әшекейдің сабағы. Бәріміз де өзгереміз. Ешкім қыстамаса да өзгеретін кезіміз болады. Мен де өзгердім. Соңғы кезде сирек жазатын болып кеттім. Шабыт қысқан кезде ғана. Бір жыл бұрын бәрі басқаша еді. Ол кезде күн сайын жазба жазатынмын. Ішіме сыймаған ойымдағының бәрін ел жұртқа айтып, әлеммен бөліскім кеп тұратын. Қазір басқа кезеңдемін. Көбіне үндемеймін, бірақ мұқият бақылаймын. Жан-жағыма қарап, ұсақ түйектің бәрін қалт жібермеймін. Ұсақ түйек деген адамды көп нәрсеге үйретеді екен. Соңғы кезде миым емес, қолым көбірек жұмыс істеп жатыр. Маған ұсақ түйек дүниемен жұмыс істеген ұнап жатыр. Әшекейлер жасауға көштім. Содан түйгенім көп. Бастапқы кезде болмашы титтей ғана детальдан не өзгере қояр деп ойлайтынмын. Сол түсінгенім титтей деталь бәрін өзгертеді. Табылмай қалса, соның кесірінен әдем әшекей шықпай қалады. Әрине, онсыз да жасауға болады, бірақ ол ойыңдағыдай қаспай тұрады. Ерекшелігін жоғалтып алады. Детальдің аз болуын қадағалап, соған мүдделі болсам да айтарым сол. Қазір тапсырыс көп. Әшекейін жасап болымды күтіп жүргендердің қарасы мол. Содан шығар. Бәрін тура келіскен уақытта үлгермей жатам. Кейде титтей бір деталь жетіспей қалады. Көзге түспей, алатын жерден таппай қалам. Деталь деген мен үшін үлкен сабақ болды. Әдетте адамның көбі өзін осы кішкентай деталь сияқты елеусіз, қажетсіз сезінеді. Қоғам өмірінде біздің ісіміз бен әрекетіміз көлеңкеде қала беруі мүмкін. Бұл біздің пікіріміз. Бәлкім біздің қателігіміз. Адамның ойы, сөзі, күлкісі мен әрекетінсіз бұл дүние саф көркінен айырылмақ. Фәни дүниенің көркі адам баласы. Өмірдің мәнін бізсіз ешкім таппайды. Болмашы бірдеңе істеп жатқанда осыны ойлай жүріңіз. Сұлулықтан пайда жоқ дегенде осыны ойлаңыз. Өзімнің қандай сұлулықтың бөлшек екенімді түсіндім. Маған мұны әшекейлер үйретті. Жүрегімнің әшекейлерін түзуді үйреніп жатырмын.